100 мың қазақты ашаршылықтан құтқарған қырғыз кім екенін білесіз бе? Ол Жүсіп Абдрахманов. 1932 жылы аштықтан босқан қазақтар пана іздеп Бішкекке, сол кездегі Фрунзеге жетеді. Мыңдаған аш жалаңаш, ауру сырқау адамдарды көрген Бішкек халқы өздері таршылық көріп отырса да, құшағын жайып, жәрдем беріп, барымен бөліседі. Алайда ол көмек жеткіліксіз еді. Осы қиын сәтте қырғыз үкіметін басқарып отырған 32 жастағы Жүсіп Абдрахманов батыл шешім қабылдайды. Сталиннің бұйрығына қарсы шығып, өз елінде жетіспей жатқан азық-түлікті қазақтарға таратады. Ол бұл әрекеті үшін қуғын-сүргінге ұшырайды. Дәлірек айтсақ, 1933 жылы қызметтен және партиядан қуылды. 37 жылы тұтқындалып, 38 жылы ату жазасына кесілді. Жүсіп Абдрахманов жүректі қайсар адам. Қырғызстан мемлекеттілігінің негізін қалаушылардың бірі, Түрксіб темір жолының құрылысына атсалысқан, 5 баланың әкесі болған, елі үшін жанын қиған қайраткер. Ал біз үшін қазаққа шын жанашыр, бауыр, өз өмірін қатерге тігіп, қырғыз халқын жұмылдырып, аштан қырылып жатқан қазақтарға пана болып, қол ұшын созған. Ол сол көзде аман алып қалған қазақтардың санына қатысты түрлі дерек бар әрине. Бір жерде ондаған мың дейді, тағы бір жерде 100 мыңдай дейді. Қалай болғанда да аз емес. Сол қазақтар бүгінде бәлкім 2 миллионға көбейген шығар. Сондықтан қырғыз қайраткеріне Қазақстанда ескерткіш қойсақ та, оны қалай ұлықтасақ та жарасады. Сөз соңында айтарым, біз көкпар төңірегіндегі дау-дамайдан гөрі осындай қырғыз бен қазақты жақындастыратын тарихи оқиғаларды, Димаш Құдайбергеннің Қырғызстанның халық әртісі атанғаны сияқты сәттерді көбірек насихаттауымыз керек. Қырғыз қазақ бір туған, ұқсас тағдырымыз, ортақ тарихымыз бар. Ынтымағымыз арта берсін. Ал сіз, қадірлі менің оқырманым, қазақ-қырғыздың бірлігін арттыратын тағы қандай оқиғаларды білесіз? Комментке жаза кетіңіз.